Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Ендеше осы тамаша көңіл күймен шаттық шеңберімізді бастайық. Қазақ ұлтын даламыз, өсті ақыл санамыз, тым сүйген баламыз, жұлдыздардай жанамыз. Алтын тасын ардақтап, үйрену жолын табамыз. Жылуына жылу қос, болашаққа бірге барамыз. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мен сендерге әдемі гүл шоғатын сұрақ қоямын. Сендер жылдап тез-тез жауап береге, балалар. Жансая, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Жарайсың. Аделина, көктемде неше ай бар? 3 ай. Атап айта ғой. Наурыз, сәуір, мамыр. Көктем мезгілінде қандай құбылыстар болады? Күндіз Өте жақсы. Құндыздағы қандай құбылыстар болады? қар еріп, жылуlarda су ағады. Өте тамаша. Тағы қандай құбылыстар болады? Ағашта бүршік атады. Өте тамаша. Тағы Айлин. Жаңбыр жауады. Өте тамаша. Тағы қандай өзгерістер болады? Күн ұзарады. Күн қысқарады. Дұрыс айтады. Күн ұзарып, түн қысқарады. Алинұр, тағы қандай өзгерістер болады көктемде? Жануарлар ұйқынан тұрады. Ұйқыдан оянады екен. Өте керемет. Рамазан, әсем гүлдер өседі, балалар, Иә. Гүлдер өседі, өте тамаша. Балауса, қандай әдемі гүлдерді білеміз? Көктем мезгілінде қандай гүлдер болады? Бақ-бақ гүлдер. Өте тамаша. Тағы? Қызғалдақ гүлдер. Өте тамаша. Тағы? Бәйшешек гүлдер өседі екен, әсем гүлдер өседі екен. Ары қарай, тағы қандай өзгерістер болады? Алихан, не істейді балалар ағаштар? Бүршік атады. Ағаштар бүршік атады, гүл дейді. Өте тамаша. Шахназ, тағы қандай өзгерістер болады екен? Жаңбыр жауады. Өте тамаша. Жаңбыр жауады екен. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Көктем мезгілінде таза ауа, жасыл желек, балалар, жаңбыр өте көп жауады екен. Балалар, біз бүгін ұлттық құндылықтарымызды білетін боламыз. Ұлттық құндылықтарға нелер жататын еді, балалар? Біздің ұлттық тағамдарымыз, ұлттық киімдеріміз, ұлттық аспаптарымыз жатады. Ұлттық, яғни балалар, салт дәстүрлеріміз жатады екен. Ендеше балалар, ұлттық киіз үйдің астына шамды кәні бақыттайық. Сөйтіп, Жансая, бақыттай отырып, қай топқа бөлінетімізді айтайық. Ал Жансая қай топ көрсетіп тұрсаға? Аделина қай топ? 2. Жансая. Шахназ сен кеше? 2. Ұстай ғой. Жағамыз кән. Алихан жағамыз. Ендеше балалар, бірлер 10 жаққа, 2 санын көрсеткенде, сол жаққа отыра қойыңдар. Бөлініп отыра қойыңдар. Енді біз алдымыздағы нейрожаттығу арқылы ұлттық құндылықтарымыз көрсетеміз. Мына жерде ұлттық бұйымдар, ұлдарда, қыздарда ұлттық ыдыс-аяқтар екен. Ендеше 2 қолмен, мен атап айтқан кезде 2 қолмен бірдей көрсететін боламыз. Бірінші ұлдардан бастайық. Сандық, бесік, көрпе, домбыра, сандық, бесік, қоржын. Өте жақсы, балалар. Балалар, бұлар нелерге жатады екен? Ұлттық бұйымдар. Мен ұлттық құндылықтарды көрсет деп айтам. 2 қолмен бірдей таяқшамыз, қолымызға таяқшамыз арқылы көрсететін боламыз. Астау, көбі, ожау, керден,
кесек, торсық, көбі. Өте жақсы бала. Бұлар ұлттық ыдыстарға жатады екен. Тамаша балалар. Ал ендеше балалар, ойымызды бір серікті балайық. Егер менімен келіссең, басыңды изе. Ал егер келіспесең, басыңды шайқа. Жыламай өтеш қашан, күлімейміз әрқашан. Енді алдарындағы қуыршақты киіндіреміз. Балаларға ұл, қыздарға қыз қуыршақты. Бұл жерде киімдерді атай отырып, әдемілеп жабыстырып шығамыз. Киіндірейік. Ұлдар ұлды, қыздар қыздардың киімін киіндіре қойыңдар. Асықпай әдемілеп. Өте тамаша. Қарғылы жұмыс жасайық. Керісінше. Дұрыс. Ал мүсілім, айта қойшы. Мынау не? Тақия. Тақия. Мынау? Мынау несі? Қазақша камзолы. Мынау? Қазақша бұл. Несі бұл? Қазақша Шалбары. Дұрыс айтады. Және несі бар екен бұл? етігі. Етігі бар екен, өте тамаша. Мүсілім бірінші болды, бәрін киіндіріп қойды. Ал енді қыздар кім киіндіріп қойды? Аделина, айта қойшы, қызды қалай киіндірдің? Қуыршақты қалай киіндірдің? Мынау не? Мынау? Мынау? Бұл не? Дұрыс айтады. Қос етекті көйлегі екен қыздың. Және несі бар екен? Қырым етігі бар екен қызың. Өте тамаша. Қуыршақтың бәрін әдемі қыздарын киіндіріп қойды. Жарайсыңдар. Мынау кімнің несі? Жансая киіндіре қойды. Өте тамаша. Балалар, қараңдаршы. Бұл біздің қазақтың ұлттық тағамдары. Бірінші балалар, дастарханға нан қояды екенбіз. Ендеше осы тағамдарды атап айтайықшы. Бауырсақ, Сетер, қымыз екен балалар. Қазақтың ұлттық сусыны қымыз екен. Мынау? Талқан, тары. Ендеше балалар, алдарындағы жұмысты осы дастарханда қалай тұр? Сол бағытта жабыстыратын боламыз. Жабыстыра қойыңдар. Қыздар толық жабыстыра қойыңдар. Жұмысымызға кірісейік. Бірінші дастархан басында не қоямыз бірінші? бауырсақ. Дұрыс айтасың, яғни нанды бірінші қояды екенбіз стол басына. Жансая жабыстырамыз. Жұмыс жасаймыз. Жабыстыра қойыңдар. Ұлдар өте тамаша, керемет жабыстырып жатыр. Жарайсыңдар ұлдарым. Мына суретке қарай отырып, орын-орнына жабыстырып шыға қоямыз. Өте тамаша. Қыздар орындап күтіндер ме? Алихан өте тамаша жабыстырып жатыр. Өркен де өте тамаша жабыстырып жатыр. Мүсілім жарайсың. Мен болдым. Өте жақсы. Мен болдым. Жарайсыңдар. Ұлдардың бәрі жабыстырып болды. Қыздарымыз да ел жабыстырып болды. Ұлттық тағамдарымызды атап шықшы. Бауырсақ, шелпек, құрт, ет, қымыз, талқан, тары. Өте жақсы балалар. Дұрыс жабыстырып шықтықты бәріміз? Керемет балалар. Бұл тапсырманы өте жақсы тапсырдыңдар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бәріміз теледидарға назар аударамыз. Бұл жерде қазір тары, қазақтың ұлттық тағамы, тар жайлы білетін боламыз. Бәріміз зейін қойып тыңдайық. Ояқтарды бабамыз әрдайым қадірін білген қара. Жиналған тарының көңген жырын жақсылап кептірген. Кеткен тарының келеген салып, кесатпен түйіп қабағынан ажыратқан. Айды келіге сап түйіп
мен сендерге тары және талқанды, майсүйекті кеселерге арнайы салып қойдым. Мен қыздарға майсүйек жасатамын. Қасықпен әдемелеп баса отырып, майсүйекті алдымыздағы ұлттық тағамнан мынаған сала отырып, қатты баса отырып жасаймыз кәне. Жұмыс жасаймыз балалар. Жақындатсай алдына. Сала отырып басасын. Басса салынан ұтсам. Басып алдымыздағы майлыққа салатын боламыз. Сала ғой, басып сала ғой. Басып. Балалар, бүгін біз тарыдан, талқаннан не жасадық балалар? Жент жасадық, өте тамаша балалар, керемет жент жасады. Ал қыздар, бүгін тарыдан біз не жасадық? Майсүйек жасадық. Қандай пішінді балалар? Гүл пішінді. Аға, жарайсыз. Ендеше алдарындағы ақ қағазды алып, ыдыстарына қоя отырып, кәне қандай пішін шығыпты? Алихан, көрейікші кәне бәріміз бірге. Алыңдар. Әдемелеп алыңдар. Өте тамаша. Қандай пішін шықты? Гүл пішінді. Жансая жасай ғой. Жасай ғой. Өте тамаша. Кәне. Тастасайын. Өте тамаша, гүл пішін шықты. Аделина, жасаймыз? Ой, тамаша, қараңдаршы, Аделина, қандай пішін шығардық? Майсүйек, майсүйекті, гүл пішінді майсүйек жасадық. Жарайсыңдар қыздар, өте тамаша балалар. Тамаша, ала ғой. Ал ұлдар, ақ қағаз кәне? Талқан үстіне қоя отырып, кәне? Ал жасаймыз, бәріміз бірге жасаймыз. Қандай керемет, не шықты балалар? Домалақ, дөңгелек пішін шықты, өте тамаша. Өркен, жасай ғой. Алихан жасай ғой. Алихан жасасай. Кән? Жасасай қолына бет ала отырып, екінші қолмен кән? Хоппа. Не шықты балалар? Қандай керемет, дөңгелек пішінді жентіміз шықты ғой. Талқаннан жасалған, өте керемет. Жарайсың, кән? Алинұр, жасай ғой. Қандай керемет, қараңдаршы. Өте әдемі шықты Алинұрске. Керемет балалар. Рахмет сендерге. Өркен жасай ғой. Өте тамаша. Қараңдаршы мұны. Қандай керемет, балалар, жарайсыңдар, кән? Алдарына қоя қойыңдар. Алдарына қоя қойыңдар. Ал балалар, бүгін біз ұлттық құндылықтармен таныстық, балалар, оның ішінде біз тағамдармен, ұлттық киімдермен, ұлттық ыдыс-аяқтармен, ұлттық бұйымдармен таныстық. Және бүгін ұлттық тағам балалар, тарымен, тарыдан, жентпен майсүйек жасадық, жарайсыңдар балалар. Бүгін өте керемет қатыстыңдар. Ойынның барлығын үздік орындап шықтыңдар. Рахмет сендерге балалар. Ендеше мен сендерге бүгін тарыдан жасалған сусын таратып берем. Бәрін ауыз тиіңдер осы сусыннан. Алинұр, қыздар. Айлин, қарай ғой. Тарыдан жасалған, сүтке қайнатылған тәтті сусын. Дәм ауыз тиеміз, ше қойыңдар. Ұлдар, сендерге де. Бүгінгі оқу қызметіне өте керемет қатыстыңдар. Әрдайым тарыдан сусын, ұлттық тағамдарды жеп жүрейік балалар, Ендеше сендерге көп рахмет. Сау болыңдар балалар. Сау болың.